Tez. Sen bol bak. Neydi? Al başlayalım. Kırmızı yaprak, ayna yayla, yıldızlar sayma, sular taze görünür, sabahımızı başlayız. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Енді сабағымызды бастамас бұрын біз қазір музыкалық аспаптар арқылы 3 топқа бөлініп алайық. Мен қазір сендерге мына музыкалық аспаптарды көрсетемін. Кімге қай аспап ұнайды, сол орынға барып жайғасаңыз. Жарай ма? Бірінші мына жерде домбыра тобы, екінші қобыз тобы, үшінші дауылпаз тобы. Ал ендеше кімге домбыра аспабы ұнайды? Қол көтерейікші кәне. Кімге домбыра аспабы ұнайды? Жақсы. Орындарыңа барып жайғасаңыздар, жайлап. Жақтан дәптерлеріңді алыңдар, кітаптарыңды алыңдар. Екінші кімге қобыз аспабы ұнайды кәне? Біздің ұлттық музыкалық аспабымыз. Орныңызға жайғасайық. Үшінші топ дауылпаз тобы. Қалғанымыз дауылпаз тобына отырады. Дәптерлеріңді, кітаптарыңды алып тез отырыңыз. Өткен сабақтарды есіңізге түсіру мақсатында біз қазір зуылдақ деп аталатын ойынды ойнаймыз. Бұл ойынның шарты, мына жерде сөздер айналады зуылдап. Сол кезде, мысалы, мына бағыттауыш бір сөзді тоқтатып, сол сөзді оқимыз, және сол сөзге сұрақ қоямыз. Ол сөздің қай сөз табына жататынын және ережесін айтып береміз. Бұл өткен сабақты пысықтауға байланысты. Кім шығады? Кім шығады бірінші? Кім? Бейбарысқа біреуін қояйық ал. Ал Мұхамеджанға қандай сөз түседі екен? 75. Өз айтады сендер тұш отырыңдар. Айтамын. 75 сөзі қанша сөзіне сұрағына жауап береді. Тез айтамыз. Қандай? Сан есімге жатады. Есептік бар еді? Есептік. Сан есім. Дұрыс. Көшіп кет, өзің сөзің көшіп кет. Ары қарай. Тағы кім шығады? Қандай сөз? Ана бір шетіне тұр. Қандай сұрақ ма? Не ма? Не? Вер. Зат есімнің қандай түрі? Жекеше ма, көпше ма? Көпше түрі. Қай сөз табына жатады? Зат есім. Зат есімнің ережесін айтып өшті. Дұрыс, тамаша, отыра ғой. Көшіп кет. Келесі. Кәрі, кім шығады? Кім шығады? Ерсайын. Қандай сөз түсті? Тәп деген сөз. Тезді айта беремін. Тәп сөзі мен сұраққа жауап береді. Зат есім. Дұрыс, зат есім. Зат есім ережесін айт. Атын білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Жекеше ма, көпше ма? Жекеше. Жекеше. Өйткені не деген сұраққа жауап берді. Өшіп кет. Келесі. Ерсайын. Келесі кім шығады? Шықпағанымыз кәр. Сабина келе ғой. Сабина кім шығады? Кім шыққан жоқ? Аяру кел. Қандай сөз түсті? Дәмді. Дәмді сөзі. Дәмді. Дәмді тамақ. Қандай тамақ? Дәмді. Қай сөз табына жатады? Зат есім ба, сын есім ба, естік ба? Кім көмектеседі? Өз айтты, сын есім дұрыс. Ал ережесін айтамын? Заттың сынын дұрыс, сапасын. Жылдам.
білдіретін сөздерді сын есім дейміз. Енді біздер тоқта оны басқа кетіп қалдым. Ең соңғы ақылды сөзіне кім шығады? Қазір басқа кетіп қалды. Кім? Нұрсұлтан шықтың ба сен? Кім шыққан жоқ? Кел, Кәусар келсін. Ақылды деген сөз айтты. Ақылды сөзі қандай сұраққа жауап береді? Қай сөз табы? Сын есім. Ережесін айтады. Заттың сынның сапасын білдіретін сөздерді сын есім дейді. Дұрыс. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Міне балалар біз өткенді қайталауға байланысты сөз таптарын есімізге түсірдік. Енді қазір мына тақтаға қараймыз. Енді келесі ойынымыз балалар. Барлығымыз ойынға жақсы қатыстық, иә? Ендеше бәріміз қошаметтеп қояйықшы кәне өзімізді. Жақсы. Енді келесі ойынымыз Мюнстерберг әдісі деп аталады. Бұл жерде үш қатарда, міне көріп отырсыңдар, үш қатарда әріптер тізбегі берілген, иә? Үш қатардан біз сол әріптердің ішінен жасырынып тұрған сөзді табуымыз керек. Үш қатарда, бірінші қатарда тезірек оқыңдар, сөзді шығады. Кім тапты? Тоқта, айқайлама, қол көтеріп айтты. Кәусар, сен таптың ба? Зат. Дұрыс. Ал екінші қатарды тез. Екінші қатар? Кім тапты? Есім деп айтты, қол көтеріп жауап береміз. Кәусарға есімнің үшінші табамыз. Тәуелденуі дейді. Яғни балалар, екінші топ. Міне, ендеше балалар, біздің бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы зат есімнің тәуелденуі. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазып, жаңа сабақтың тақырыбын жазамыз. Зат есімнің тәуелденуі. Жас болғанымыз, басымызды көтеріп, қаламсабымызды қойып, тақтаға қарайық. Кім болды? Болғанымыз басымызды көтерейікші десін. Болды па? Кәне, оқушы қалай отырады? Енді жаңа сабақты түсіну мақсатында біз қазір мына ай мектептен алған бейне материалды тамашалап жаңа сабақты түсініп алайық, иә? Кәне, болды па, Елдар? Елдар, болды па? Жақсылап тыңдаймыз. Тәуелдік жалғау заттың біреуге не бір нәрсеге тәуелді меншіктегенін білдіреді. Қоян сөйлете тұрғанда ешкімнің меншігі емес еді. Сондықтан қояны деп айта
тәуелдік жалғауын жалғап айта аласың. Енді мына жерге қараңдар, балалар қараңдар. Міне тәуелдік жалғау, бүгін біз зат есімнің тәуелдігін өтіп отырмыз, тәуелдік жалғау заттың біреуге не бір нәрсеге тәуелді меншікті екенін білдіреді, яғни біреудің зат екенін білдіреді. Мысалы, менің, сенің затың болуы мүмкін, оның заты болуы мүмкін, түсіндіңдер ме? Біреудің заты екенін білдіреді. Мысалы, мына не мен қолымдағы? Доп. Бұл кімнің добы? Мысалы, мына менің добым, менің екенін білдіреді. Мысалы, дәптер, Елдар, сенің дәптерің, сенің, міне көрдіңдер ме? Біреуге тәуелді екенін білдіреді, біреудің зат екенін білдіреді. Түсініп отырмдар, қазір тағы да көрсетейін. Мынау сенің қоянды сатып алғаныңды растайтын түбіртегі. Зат есім үш жақта тәуелденеді. Қанша жақта дейді? Мысалы, бірінші жақ менің қояным, екінші жақ сенің қояның, сіздің қояныңыз, үшінші жақ оның қояның. Мен ойыншық деген сөзді көпше түрде тәуелдейінші. Біздің ойыншықтарымыз, сендердің ойыншықтарың, сіздердің ойыншықтарыңыз, олардың ойыншықтары. Жарайсың. Менің қояным ең сүйкімді. Қайталаймыз енді. Қайталайық. Зат есімнің тәуелденуі. Тәуелдік жалғау заттың біреуге не бір нәрсеге тәуелді, меншікті екенін білдіреді. Мысалы, қоянды сатып алған соң, менің қояным деп меншік деп айтуға болады. Зат есім үш жақта тәуелденеді. Мысалы, бірінші жақ менің қояным, екінші жақ сенің қояның, сіздің қояныңыз, үшінші жақ оның қояның. Енді үш жерге қарайық балалар. Міне бірінші жақ, яғни ол зат өзіңдікі екен, менің затым екенін айтады. Көрдіңдер ме? Әркім өзі мысалы бір затын айтса, менің көйлегім, менің сөмкем деп айтады ғой. Міне осы бірінші жақ. Бірінші жақтың жалғауы қандай екен? Ым деген бірінші жақтың жалғауы екен. Ал сенің қояның жалғауы қандай екен? Сіздің қояныңыз жалғауы ыңыз, бұл сыпайы түрі. Біз өзімізден үлкен кісілерге де сенің қояның деп айтамыз ба? Сенің дәптерің, сіздің дейді. Міне бұл сыпайы түрі екен. Ал үшінші жақ оның қояны. Ол қыздан басқа балалар жаңа қоян сатып алды ғой, оның қояны. Үшінші жақтың тәуелдік жалғауы көрдіңдер ме? Енді бұл жекеше түрде тәуелденіп тұр. Ары қарай Ойыншық деген сөзді көпше түрде тәуелдейік. Біздің ойыншықтарымыз, сендердің ойыншықтарың, сіздердің ойыншықтарыңыз, олардың ойыншықтары. бұл енді көпше түрде. Мен десек бір-ақ адам, мен. Ал енді мысалы біз деп айтатын болсақ, көп адамды айтамыз ғой, міне біздің ойыншықтарымыз, тәуелдік жалғауы ыңыз. Сендердің ойыншықтарың жалғауы, тәуелдік жалғауы. Сіздердің ойыншықтарыңыз ыңыз. Және олардың ойыншықтары мынау біздің деген жекеше көпше түрі бірінші жақ, сендердің, сіздердің деген екінші жақ көпше түрі, және олардың деген үшінші жақ көпше түрі екен, Енді түсіндіңдер ме балалар? Енді кітаптарыңа қараңдар, кітабымызды ашайық. Кітабымыздың 28-ші бетін ашайық. 28-ші бетін ашыңдар. Осы 28-ші бетте де осы зат есімнің тәуелденуінің ережесі тұр. Және несі тұр? Жалғаулары тұр. Ережені жаттап аламыз. Жалғауларды жаттап алуымыз керек. Мына жерде тақтаға қараңдар.
меншікті екенін білдіретін жалғауларды тәуелдік жалғаулар деп атайды. Өнерім, әкем, әжемін, ақылы, атасы, міне көрдіңдер ме? Тәуелдік жалғаулар 3 жақта айтылады. Қанша жақта айтылады екен? 3 жақта. Ол да бірінші жақ, екінші жақ, үшінші жақ деп солар. Ал енді жекеше және көпше түрде айтылады. Менің, сенің, сіздің, оның деген жекеше түр, ал біздің, сендердің, сіздердің, олардың дейтін болса, ол көпше түрі болады. Міне, досым, менің досым, сенің досың, сіздің досыңыз, оның досы, бұл жекеше түрде тәуелділік тұр. Ал біздің досымыз, сендердің достарың, сіздердің достарыңыз, олардың достары, бұл көпше түрі. Енді мына жалғауларын жақсылап жаттап алуыңыз керек. Міне, мынау бірінші жақ, екінші жақ, үшінші жақ деп тұр. Жекеше түрде зат есімді тәуелдеген кезде оған міне жалғаулар жалғанады. Ал екінші жақта аңыз, іңіз. Үшінші жақ жекеше түрі көпше түрі бірінші жақ аңыз, жекеше түрі мен көпше түрінің жалғауларының айырмашылығы бар ма? Жоқ. Бірдей болып тұр ғой. Мынада да Ал енді бірінші жақтікіне қарасаңдар, жекеше түрі ал көпше түрі ымыз. Екінші жақтың жекеше түрі аңыз, іңіз. Ал мына жақта көпше түрінде тек қана аңыз, іңіз деген жалғаулар жазылады екен. Енді қазір біз кітабымызды ашып 40-шы жаттығуға қараймыз. 40-шы жаттығуда бізге өлең берілген екен. Өлең 3 шумақтан тұрады екен балалар. Ендеше біз де бүгін 3 топқа бөлініп отырмыз. Бірінші шумағын домбыра тобы сендер оқисыңдар. Бастаңдар. Өлеңнің бәрін білдеген, әкемді тыңда күндемен, ақылымен анамнан сурет салуды үйренем. Ал енді қараңдар, сендер бірінші шумақ өлеңді оқыдыңдар. Осы өлеңнің бірінші шумағында не туралы айтылып тұр? Кім айтады екен? Айта ғой. Әкемді тыңдаймын дейді ақылын, не? Тағы да не істеймін дейді? Ал айта ғой. Анамның ақылын тыңдаймын дейді. Нені үйренемін дейді? Сурет салуды үйренемін дейді. Өте жақсы. Екінші, кәні қобыз тобы екінші. Жетімнерге аз деген, атамды тыңдап күндемен, ақылымен әжемнің ойып үйренем. Дұрыс, өте жақсы. Ал бұл екінші шумақта не туралы айтылып тұр екен? Кім айтады екен? Ол тез-тез жауап бермеген балалар жауап беріңдер. Жетімнердің аз екенін, атамның ақылын тыңдайтынын, әжесінің ақылын тыңдап ойып оюды үйренетінін айтты, иә? Дұрыс, тамаша. Кәні үшінші топ. аз деген, ағайды тыңдап күндемен, ақылымен күйшінің күй тартуды үйренем. Ал, кәні осы үшінші шумақта не туралы айтылып тұр? Кәні кім айтады? Ал, Ерасыл айтады. Бұл жерде Ағайды тыңдап домбыра тартқанды үйренем. Дұрыс, айару кәні. Не түсіндің осы үшінші шумақтан айтады? Кімді тыңдайды? Ағайдан нені үйренем дейді? Домбыра тартуды үйренем, ағайды тыңдайым деп тұр. Ал енді балалар, осы өлеңге қараңдаршы, осы өлеңнің тақырыбы бар ма? Тақырыбы бар ма? Жоқ. Бізге ендеше осы өлеңге ат қой деп тұр. Кім айтады? Қандай ат қоюға болады осы өлеңге? Кім айтады? Енді Өнерлі бала. өнерлі бала дейді. Тамаша. Тағы да кім? Тағы басқа кім қалай ойлайды? Мына жақта кім? Аида. Өнерпаз бала. Өнерпаз бала дейді. Тағы да мына жақта кім? Ал, өнерпаз дейді. Тамаша. Енді ал, тағы өнерлі боламын дейді. Енді қараңдар балалар, бұл 3 шумақта да өнерлі болу керектігін айтып тұр. Міне сендер жас кездерінде өнерлі болсаңдар,
bilimli bolsаңдар, міне жас кезде үйренген өнер, білім ол өмір ұмытылмайды екен, иә? Сондықтан міне негізгі осы өлеңдегі ой жас кезіңде өнер үйрен, білім ал деп сендерге айтып тұр екен, иә? Енді балалар, қазір біз 40-шы жаттығу деп жазайық. Осы өлеңнің тек қана 3-ші соңғы шумағын көркем, әдемі етіп көшіріп жазамыз дәптерімізге. Тап-таза, боямай, сызбай. Тек қана 3-ші шумақты ғана жазамыз. Бәріміз жеке жұмыс, әркім өз орындайды. Әдемі қылып жазылады. Тек қана 3-ші шумақты ғана жазамыз. Домбыра шерту деген. Басымызды көтеріп отырып жазамыз. Әдемі қылып жазамыз. Тап-таза аққан әріптерімізді әдемі қылып. Он жазбай қой, 40-шы жаттығу дейміз. Әдемілеп жазамыз, тап-таза. Жазып болғанымыз осы өлеңде қарамен жазылған сөздер бар екен. Сол сөздерді бір жол тастап, 3 сөз берілген сөз құрамына талдаймыз. Түбірі қайсысы, қосымшасы қайсысы сызамыз. Жазып болғандары бір жол тастап, сол 3-еуін жазып сыза беріңіз. Жылдамырақ жазамыз. Кім болды? Кім көшіріп жазып болды? 3 сөзді жазып, сөз құрамына талдаймыз. Әкемді, ақылымен, анамның. Жылдамырақ жазамыз. Нұрсұлтан уже сөз құрамына талдап жатыр сөздерді. Мына жақтан кім болды? Сенің дәптерің қайда? Әзірі болыңда 3 сөзді жазды, сөз құрамына талдап. Қаламмен сызамыз кән төбесінен. Түбірі қайсысы? Болыңда? Дұрыс, Нұрсұлтанды дұрыс. Бүтір арқылы жазса, үшеуінің арасында. Кім болды мына жақтан? 3-ші қатарға берді. Болында? 3 сөз жазса тез бұл. Қамитжан болында? Бүйтір арқылы үйренгенде енді 3 сөз жазса. Кімде қалам жоқ біріңе беріңдер.
болған басымызды көтереміз. Жанетта болды, Каусар болды, Яқтан Айзеле болды, Гүлназ болды. Ол Айсхан тез болды. Ол қалды. Сен біреу қалды ма? Бұл тез жүр. Тұрайым қайда келді? Тұрым қайда болдың ба? Айда саған айттық қой, қарамен жазылған сөз. Тек қана қарамен жазылған сөз талдайсың. Бәрін талда дейді. Бұл қарамен әкемді, ақылымен, анамның 3 сөздік. Сол үшеуін жазып талдайсың. Дұрыс. Болғандары кітаптағы ережені іштеріңнен қайталап жаттап отырыңдар. Түбірі ана ғой, ма жалғау. Болды ба? Қайсысы бітті тағы да? Едар болдың ба? Дұрыс. Ақылмен деген түбірі қайсысы? Бірақ шумағын жазасың, ғалымжан не түсінбей ғой сен бұл. Бірақ шумақты жазасың. Болды енді жазды. Сен басынан бастай жазасың. 3 сөз жаз. Сабаққа бермей көрдің бе? Так, мына қатар болды, иә? Так, қолы столы болып қойды. Енді сендер де болыңдар ма? Енді дұрыс емес қой. Енді мұны жалау түсіп, мұны да болды ба? Айсқан болды ма? Болды. Екеуі болды. Қолы столы бітті, дауылға столы да бітті. Болды қой, е? Ендеше балалар, екеуі дәптеріңіз жоқ деп қаш айтпайды, кешіне. Ал болды. Қазір артынан жазасыңдар екеуі. Біттің ба, Айсқан бітті тоже. Тез-тез сызайды. Түбірін тап. Ал енді балалар осы жерден бірінші қарамен жазылған сөз қандай? Әкемді, е? Түбірі қайсысы? Әке. Мо дегенді неден жалғау? Қандай жалғау? Заң есімні тәуелдік жалғау. Қаншыншы жақ? Әкем. Менің әкем. Бірінші жақ. Ал д деген бұл да жалғау. Бәріміз осылай сыздық па? Д деген септік жалғау. Кейін 4-ші классқа барғанда өтеміз. Екінші сөз қандай? Ақылмен ба? Ақылмен ба? Түбірі қайсысы? Ақыл түбірі. Қандай жалғау? Тәуелді жалғау. Жаңағана оның ақылы 3-ші жақта тұр. Мен деген бұл септік жалғауы. Кейін 4-ші класста өтеміз. Одан кейін анамның түбірін. Түбірін қалай айтатындар? Ана. Кім? Ана. Анам. Қандай жалғау? Тәуелді жалғауы 1-ші жағы, иә, жекеше. Ның деген бұл да жалғау. Септік жалғау. Бәрімізді осындай болды ма? Дұрыс, жақсы. Енді бәріміз орнымыздан тұрайық, тұрыңдар. Қазір біз беріп жаттығын жасаймыз. Бәріміз орнымыздан тұрып, бері қараймыз. Оң қолымыз қайсысы? Оң қолдар. Ал бастаймыз. Мынау менің жүрегім, бәрі осыдан басталған. Мынау басым ақылды, бәрі осы басқарған. Мынау менің оң қолым, мынау менің сол
бүгін бірінші сабағы, бүгін бірінші рет танысып отырмыз, Енді қазір біз топтық жұмыс орындаймыз. 3 топқа мен 3 тапсырма беремін, яғни 3 сөзді жекеше және көпше түрде тез-тез ойлап береміз. Мына жерде белгілерің бар ма? Тез-тез қатесіз ақылдасып отырып, тез-тез тапсырма. Қайсысы жекеше түріне бірінші жаққа жатып, қайсысы көпше түріне орын-орнына жапсырамыз. Болған жоқ, қол шапалақтаймыз. Қателеспейміз, ақылдасып орын-орнына жапсырамыз. Бірінші жақ қайсысы, екінші жақ қайсысы? Жаңа айттық қой. Бірінші қойып алсаңдар, сосын бірінші орын-орнына қойып аламыз. Жай, шуламайыз. Бірінші қойып алыңдар. Бірінші жақ. Сіздің домбыраңыз. Үшінші жақ. Домбырасы. Оны домбырасы. Көпше түрі. Бірінші жақ. Біздің. Тоқта. Айсқандай. Домбырамыз. Біздің домбырамыз. Кел. Ғалымжан. Екінші жақ. Сендердің домбыраларың. Сендердің домбыраларың. Сіздердің домбыраларыңыз. Олардың домбыралары. Дұрыс па балалар? Енді тоқтаңдар. Енді осы бірінші топ домбыра тобы тапсырманы дұрыс орындады ма? Ендеше сендер екі топ бағалайсыңдар. Кәні бас бармақ арқылы бағалаңдаршы. Бас бармақ арқылы. Тамаша, тамаша. Бірде-бір қате жоқ. Жарайсыңдар, отырыңдар. Ал енді екінші қолыс тобын көрейік кәні. Оларда шыдай алмай барады. Оларға берілген сөз қыл қалам деген. Бір жағынан қыл қалам деген сөз екен. Бірінші жақ. Дұрыс. Екінші жақ. Сенің қыл қаламың. Және сіздің қыл қаламыңыз. Қай тұр, Үшінші жақ оқы. Сіздің қыл қаламыңыз. Көпше түрін оқы. Оның қыл қаламы. Үшінші жақ оның қыл қаламы. Ал көпше түрін оқы Аида. Бірінші жақ. Біздің қыл қаламымыз. Алдына тұрмау
Екінші жақ. Сендердің қыл қаламдарың спай түрі қандай болады екінші жақтың? Сіздердің қыл қаламдарыңыз. Дұрыс. Және Сабина үшінші жақ. Қыл қаламдары. Қате бар ма? Сендер енді екі топ. Мынау қобыз тобының жұмысын от шашумен бағаландашы қалай? Қате жоқ, иә? Дұрыс, тамаша отырды. Үшінші дауылпаз топ сендер көрейік. Ортаға тұр. Ал бірінші қаны сен ба? Доп деген. Айтып, бірінші чекте тұрмыш. Бірінші жақ. Дұрыс. Екінші жақ. Спай тұры. Екінші жақ. Үшінші жақ жекеше тұры. Көпше тұры. Аяры оқы. Бірінші жақ. Бірінші жақ біздің добымыз. Екінші жақ. Сіздердің доптар. Спай тұры. Сіздердің доптарыңыз. Үшінші жақ көпше тұры. Оларды доптары. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Кән бағалап жіберейікші. Кәні. Басқармаға қыл бағаландашы. Тамаша, иә? Отырыңдар. Дұрыс. Жақсы. Барлықтар бұл топтық жұмысты жақсы орындарында қазір бәріне бір жұлдызша қоямыз. Енді қойып қойып, ұстай беріп. Енді балалар, қойша не істеп отырсыңдар сен? Енді не қараңдар, тақтаға қараңдар. Тағы да бір ойынымыз бар бүгін. Қараңдар. Кім қатысады екен қазір ойынға? Кім тыныш отырады, мен соны шығарамын. Кімнің тәртібі жақсы, сабағы жақсы. Міне записінің тәуелденуіне байланысты, бүгінгі тақырыпқа байланысты ойын. Кім шығам дейді бірінші? Бұны енді балалар бір адам ғана шықпайды, екі адам шығады. Бұл жүктік жұмыс ретінде. Екеуі ақылдасады. Сөйтеді, бері екі адам шығады. Және екеуі ақылдасады. Қай ұяшықты таңдаймыз деп екеуі таңдайды. Сонда тапсырманы орындайды. Екі адамнан шығады. Айқайын қол көтер. Мына жақтан жерді шығасында келді. Екеуі шығады. Ал екеуі көрейік. Қайсысын таңдайды деп. Қайсысын таңдаймыз? Қай ұяшық таңдаймыз? Төрт бар? Сен де келісесің бе соған? Төртке? Ал төртінші ұяшықты таңдаймыз деп тұр екеуі. Кішкене бір шетіне айқаса тұрıyor. Мынау не? Қозы. Ал енді қараңдар. Қазір екеуі кезек-кезекпен осыны жекеше және көпше түрде тез тәуелдеп бересің. Түсіндіңдер ме? Кәне, баста. Менің. Сенің екінші. Сіз. Оның. Қозы. С. Енді көпше түрі. Біздің. Сендердің. Сіздердің. Қозылары. Тамаша, отырыңдар. Қазір мен жұлдызшаларын қоямын. Енді апай деген шықпайды. Қол көтеріп отырыңдар. Нұрмұхамед пен Нажақтан Аида келді. Ал Нұрмұхамед пен Аида қайсын? Қайсыңдар? Екеуі ашылдайсың. Қайсыңдар? Нұрмұхамед 9 дейді. Сен қайсың? 9 ба? Келесесіңдер ме? 9 дейді. Неше 9'ды ашып көрейік? Мынау не? Мысық. Ал тез-тез. Бірінші жақ. Менің мысығым. Сенің мысығым. Bir-birine қарап тұрсаңыз. Сіздің мысығыңыз. Үшінші жақ. Оның көпше түрі баста. Біздің мысығымыз. Сендердің Сарың. Старың. Спай түрі сіздердің Мысықтар. Ныз. Олардың мысықтар. Тамаша отырды. Келесі. Кім шығар екен? Ал, Ғалымжан дейсің. Ғалымжан дейсің. Айзере келсін. Оны шайқайлағаннан шығармайды.
Senin sömkeң. Sizдің sömkеңіз. Оның sömкесі. Көпшілік. Біздің сөмкеміз. Тез айтыңдар, сіздердің сөмкелеріңіз, оларды сөмкесі. Там, мына жақтан Нұрсұлтан мен Нұрсұлтан кел, Кәусар кел. Сегіз ашып кетті, сегізді айтып. Сызғыш. Менің бірінші жақ. Сіздің сызғышыңыз. Оның сызғышы. Біздің сендердің сызғыштарыңыз. Олардың Бивас кел. Бивас кел яқта. Нұрайым, сен шықтың ба? Кел. Қайсың таңдайсыңдар? Бол. Алды ма? Нұрайым, сен алды ма? Тыныш. Шүп. Ал, тез айтыңдар. Сіздердің күшіктеріңіз, олардың күшіктері жақсы тамаша. Келесі. Bir par var. Қолшатыр, сіз. Оның қолшатыры күшіктері көпшілікті. Сіздердің қолшатырларыңыз, олардың қолшатырлары. Енді қанша болды? Ал енді бетейік. Келесі уақытта не аламыз, е? Ал енді балалар берғандар. Абырай Алтынсарин атамыздың келі балалар оқулық өлеңін кім біледі? Кім біледі? Бір Аллаға сыйынып, тез балалар оқылып, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылып, оқысаңдар балалар саннан сұрақ жағылар, тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Сұрақ бөлек үстіңе тоқу менен табылар, сауысқанның тамағы шоқу менен табылар. Өнер, білім бәрі де оқу менен табылар. Міне балалар, өнер, білім бәрі де оқу менен табылған дейді.